Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Мен бүгін бегештерге арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы сәуір айында өте көп оқиғалар болғалы тұр. Себебі Уран келеді. Уран аяқ астынан барлық дүниені аяқ асты өзгертетін планета. Затмение болады, ретроград болады. Және де черная луна. Осы үшеуі адамдарға өте көп оқиғаны алып келеді. Енді осыларды рет-ретмен айтайын. 1 сәуірде жалпы жаңа ай туады. Жаңа ай ол сіздерге 8-ші домға келіп тұр екен, бекештер. Ақшаға жалпы 8-ші дом ақша. Ақшаның секторы. Жалпы ақшаға байланысты жаңалықтар болады. Және сіз ол жаңалықты өзгерте алмайсыз. Басқа адамнан ақша келеді. Мысал алатын болсақ, мемлекеттен грант ұтып аласыз, ақшалай сыйлықтар болады, немесе ақшалай бонустар болады. Немесе үлкен суммада кредит аласыз. Инвестициядан түскен ақша болуы да ықтимал. Ал 5 сәуір күні Марс пен Сатурн бірге келеді. Жалпы бұл екі планетада бір-біріне қарамаға қарсы келетін жалпы планеталар. Екеуі де агрессивті, екеуі де негативті энергияны алып келетін планеталар. Бұл жарақат алу осы күні енді бір-біріне қарама қарсы болғандықтан жарақат алу қаупі одан сайын арта түседі. Немесе бір адамдармен қатты конфликтке келіп қаласыз, қатты ұрысып қаласыздар. Марс жалпы адамдарды алдыға сүйрейтін планета. Жалпы ал Сатурн болса адамдарды тежеп қояды, немесе артқа қарай тартатын планета. Біреулермен ренжісіп қалуларыңыз ықтимал. Бұл 6-шы домға келіп тұр. Жалпы 6-шы дом жұмыс пен денсаулықтың бір проблема шешетін сектор. Мүмкін жұмысыңызда жарақат алып қалуыңыз ықтимал. Үйіңізге ремонт жасататын бір адамдарды іздейсіз. 6-шы сәуір күні жалпы Венера 7-ші домға келіп тұр. 7-ші домға келіп тұр. 7-ші дом жалпы басқа араласатын адамдарды білдіреді. Ал Венера ол көмек, қолдауды білдіреді. Демек, басқа адамдардан сіздерге көмек, қолдау келеді деген сөз. Мүмкін 2-ші жартыңызды табуыңыз ықтимал, кездесуге баруыңыз да ықтимал. 9 мен 12 сәуір аралығында өте сәтті күн, көптен армандап жүрген армандарыңыз орындалады. Бұл кезде Юпитер мен Нептун бірге келеді. Жалпы бұлар өте сирек бірге болатын планеталар. Жалпы басы бос адамдар үшін Юпитер танысу, махаббат кезеңін, мүмкін бала көтеруді білдіреді. Көптен жаңа айттым ғой, армандап жүрген арманыңыз орындалады. Одан кейін жақсы позитивті эмоция болады сізде. Біреуге көмектесесіз, немесе біреулер сізге көмектесетін болады. Ал 12-ші сәуір күні Меркурий өзінің белгісін өзгертіп 9-ші домға келіп тұр. Жалпы 9-ші дом шетелдегі жаңалықтарды, саяхатты, халықаралық бір істермен байланысты болуы мүмкін, немесе шетелдің, немесе басқа ұлттың адамдармен танысуды білдіреді. Құқықтық құжаттарды жасатуыңыз ықтимал. Мысалы алатын болсақ, жеке куәлік, виза, машина жүргізуге арналған права дайындауларыңыз ықтимал. 9-ші дом әрі білімді білдіреді. Сіздер жаңа білім алуларыңыз ықтимал. Ал 15-ші сәуір күні черная луна келеді. Черная луна бұл біздің негативті реакциямызды білдіреді. Ол 11-ші домға келіп тұр екен. 11-ші дом достарды, интернетті, әлеуметтік желіні білдіреді. Бұл енді
Черная луна 9 айға келіп тұр екен. Бұл сіздерде соңғы рет 2013 жылдың маусым айынан 2014 жылдың наурыз айына дейін болған. Естеріңізге түсіріп көріңіздер, осы уақытта қандай жаңалықтар болды. Соған ұқсас жаңалықтар болайын деп тұр. Жалпы 16 сәуір күні Марс 7-ші домға келіп тұр екен. Бұл жерде Венера, бұл жерде 3 планета бірігіп тұр. Венера, Юпитер, Нептун 3 планета бар. Жалпы Марс планетасы кез келген процесті тездетеді. Одан кейін Марс негативті жағдайларды, конфликтінің, әртүрлі әрекеттерді, сатып алуды, сатуды білдіреді. Дәл осы күні 16 сәуір күні ай толады. Айдың толуы 2-ші домға келіп тұр екен. Ал 2-ші дом ақшаны, ресурсты білдіреді. Жалпы ақшаға байланысты тағы да өзгерістер, жаңалықтар болғалы тұр. Ақшаға және жұмысыңызға қатысты да жаңалықтар болғалы тұр. Мысал алатын болсақ, жұмыстан шығып кетуіңіз ықтимал. Ал 21 сәуір күні Солнце 9-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 9-ші дом енді алыс деген мағынаны білдіреді. Алыстан жақсы жаңалық естисіз. Ал 9-ші дом әрі құқықтық құжаттарды білдіреді. Документ аласыздар, документ жасатасыздар. Мүмкін ол виза да болуы мүмкін. Виза, паспорт жасатуға жақсы кезең. Ал 29 сәуір күні Плутон 5-ші домда қазан айына дейін кері айналады. 5-ші домы шығармашылықты, қуанышты, отпускты, демалысты, бұрынғы шешілмей қалған істі шешетін боласыздар. Немесе осы шешілмей қалған істі қазан айына дейін күтулеріңіз ықтимал. 5-ші дом әрі баланы да білдіреді. Мүмкін сіздер эко жасатайын деп жүрсеңіздер, ол қазан айына дейін шегерілуі мүмкін. Бір жағдайларға байланысты қазан айына дейін қалып кетуі ықтимал. Мүмкін енді шығармашылық жұмыстар болған соң, кітап, журнал, бір өзіңіздің шығармашылық дүниеңізді жазатын болсаңыз, ол да тоқтап қалады, немесе кейінге қалатын болады. Балаға байланысты көптеген пландарыңыз кейінге қалатын болады. Ал егер балаларыңыз үлкен болатын болса, ол үлкен балаларыңызда өзгерістер болады деген сөз. Жалпы 5-ші дом әрі өзіңіздің бизнесіңізді білдіреді. Яғни бизнесіңізде бір өзгерістер болады. 5-ші дом әрі махаббатты, махаббат үшбұрышында білдіреді. Танысып жатсаңыздар, таныстық келесі дәрежеге өтпейді. Яғни тек танысасыздар, енді ары қарай енді келесі дәрежеге өтуі қиын. Себебі Плутон кері айналып жатыр. Ал 30 сәуір күні солнечное затмение болады. Ол 9-ші домға келіп тұр екен. Ал 9-ші дом көшуді, азаматтықты өзгертуді, білім алуды, білім беруді, саяхаттауды білдіреді. Енді бұл кезде шешім жалпы шығармаған дұрыс. Шешімді 16 мамырға дейін шығармай қоя тұру керек, себебі коридор затмение деп аталады. Бірінші солнечный затмение болады, 16 мамырда лунный затмение болады. Сонда коридор затмение деп аталады. Енді 16 мамырға дейін ешқандай махаббатта да, балаға қатысты да шешімді шығармай қоя тұрғандарыңыз абзал. Жалпы менің болжамым ұнап жатса, маған жазылып, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар, бай бақуатты болыңыздар.